Қазақстандық санавиация өткен жылы 2000-нан астам шұғыл рейс жасаған. Оның ішінде 12-сі шетелдік бағыттар. Ел ішінде көбіне Ақтөбе, Абай және Қызылорда облыстарына жедел ұшып барыпты. Таяуда елордадағы балалар кардиохирургия орталығына жүрегінде ақауы бар шақалақ жеткізілді. Оның жанын аман сақтап қалу үшін ондаған маман атсалысты. Құтқару операциясы қалай өтті? Келесі материалдан көрейік. Бұл қаршадай науқастың дүниеге келгеніне бір аптада толған жоқ. Өкінішке қарай тумасынан жүрегінде ақауы бары анықталды. Дәрігерлер шұғыл операция жасау туралы шешім қабылдап, Ақтаудан Астанаға санавиация арқылы санаулы сағаттарда жеткізді. Өмірін құтқару үшін ұшқыштан бастап, әуежай қызметкерлеріне дейін мейлінше ширақ қимылдады. Өйткені әр минут маңызды. Кто будет подхватывать? Давайте. Транспортировка прошла хорошо. Орталыққа әкелген бойда бірден шұғыл операция жасауға кардиохирургия мамандары да сақыдай сай тұрды. Өйткені мұнда жылына 30-ға дейін жедел хирургиялық араласу жұмыстары орындалады. Красавица, да. Так девочка родилась здоровой, но у нее порог сердца. Қыз баланың қол-аяғы сау, бірақ жүрегінде ақауымен туды. Бізге түсетін науқастардың барлығына дерлік күрделі операциялар жасалады. Әрбірінің басына түскен сынағы ауыр, тәуекелі жоғары, түрлі асқынуда болуы мүмкін. Ұшақтар жеткілікті, алайда әлде де алыс қашықтықты жылдам бағындыратын техника алдағы уақытта болады деп сенем. Мәселен, Ақтаудан бері қарай 4 сағат ұштық, бірақ бұл жердегі барлық маман өз ісінің шебері. Бір-бірімізге рахмет айтып қол алыстық. Жүрек ақауын жою операциялары кардиохирургия орталығында жиі өткізіледі. Айына шамамен 2-3 науқасқа жасалады. Көрші елден келіп емделетіндер де бар. Бөпенің жүрек клапанын ашуға дәрігерлер шамамен 3 сағатын жұмсады. Қуанышқа орай операция сәтті өтті. Вы сами были свидетелем всего процесса. Операция мемлекет есебінен тегін жасалды. Негізі құны шамамен 3 миллион теңге. Аз қаржы емес. Көбінің қалтасы көтере бермейді. Мемлекеттің қолдау арқасында балаларымыздың өмірін осылай сақтап қалып жатырмыз. Здравствуйте, если готовы, можете докладывать. Отандық санавиация өткен жылы 2000-нан астам шұғыл рейс жасаған, оның ішінде 12-сі шетелдік бағыттар. Әдетте қан айналым жүйесінің бұзылуы, инсульт, балалардың патологиясы сияқты түрлі дерттерге байланысты көп шақырту түседі. Ұлттық шұғыл медицинаны үйлестіру орталығы директорының міндетін атқарушы Ержан Әділбеков осылай дейді. В дальнейшем, если выявляется какая-то патология, адам бойында белгілі бір нормадан ауытқу байқалса, біздің мамандар телемедицинаға кіріседі. Яғни жоғары санатты дәрігерлермен байланысқа шығып, науқасты емдеу жолдарын талқылайды. Егер пациентті ауруханаға дереу жатқызу қажет болса, шұғыл түрде санавиацияны жібереміз. Сондықтан әр шешім жағдайдың күрделілігі мен уақыттың тығыздығына байланысты қабылданады. Ауыл тұрғындарына қолы жетімді болу үшін елді мекендерде жедел жәрдемнің 200-ге жуық бекеті жұмыс істейді. Шамамен 900 санитарлық көлік жұмылдырылған. Аудандардың иелігінде 10 тікұшақ бар. Мейірлан Алтынбек, Динара Жанбатырова, Марат Диханбаев, Риза Лепесова, 24 KZ.